Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін 4-ші сыныптың 3-ші сабағы көп таңбалы сандар, сандардың реті. Сабақтың мақсаты 1 миллион көлеміндегі сандармен танысасың, көп таңбалы сандарды оқуды, жазуды және салыстыруды үйренесің. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Кестеде көп таңбалы сандар жазылған, оларды қалай оқиды? Бірліктер класының атауы айтылады ма? Мыңдар класының атауы ше? Кестеде жазылған сандарды оқы. Сандарды оқымас бұрын мына кесте туралы мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Неке астында есте сақта деген ереже берілген, сонымен байланыстыра отыра түсіндірейін. Бізде 3 класс бар. 1-ші класс, 2-ші класс, 3-ші класс. Неке 1-ші класс бірліктер классы, 2-ші класс мыңдар классы, 3-ші класс миллиондар классы. Әрбір класста 3 разрядтан бар деп тұр. Неке 1-ші класста бірліктер, ондықтар, жүздіктер классы. Неке былай сандармен көрсетіп қойдым. Өсу реті бойынша мыңдар классында бірлік мыңдар, ондық мыңдар, жүздік мыңдар. 3-ші класста миллиондар классында бірлік миллиондар, ондық миллиондар, жүздік миллиондар классы бар екен. Әрбір класс бойынша разрядтардың атауы ұқсас. Бірліктер, ондықтар, мыңдықтар. Қараймыз. Барлығында атаулары ұқсас. Бірліктер, ондықтар, жүздіктер. Бұл бірліктер классы. Ал мыңдар классында бірлік мыңдар, ондық мыңдар, жүздік мыңдар деп аталып тұр екен. Бірліктер классында санау бірліктермен, мыңдар классында мыңдармен, миллиондар классында миллиондармен жүргізіледі. Неке бірліктерде тек қана бірліктермен, мыңдарда мыңдар деп атауы қосылып жүргізіледі, миллиондарда миллиондар деп аталып жүргізіледі деп айтып отыр. Қараймыз енді. Неке мынаның барлығын разряд деп айтып алдық. 5107. Неке 5 бірлік мыңдар разрядында тұр. Сондықтан біз бұны 5000 деп оқимыз. Қараймыз 4-ке. 4 ондық мыңдар қатарында тұр. Бұл 40. Ал қасында 5 тұрғандықтан 45008 деп оқылады. Келесі 3 қараймыз. 6-ші разрядта тұр. Тапсырмаларда, тест сұрақтарында келетіні сан, мынандай сан, нешінші разрядта тұр деген сияқты. Сол кезде разрядтардың орындарын білуіміз қажет. 3-шіміз 6-ші разрядта жүздік мыңдар классында тұр. Сондықтан 345060 деп оқимыз. Мына 3-шімізде жүздік мыңдар қатарында 6-мыз ондық мыңдар 0-де, мына жерде сан берілмеген, сондықтан 0-мен толықтырған. Бұны 360289 деп оқимыз. Келесі, мына жерде бір ғана сан берілген. Бұл бірлік миллиондар 7-ші разрядта бірлік миллиондар классында екен. Біз бұны 1 деп оқымаймыз. Қалған аты айтылмаған сандарға 0-дермен толықтырамыз. Сонда 1 миллион деп оқиды екенбіз. Мына жерде сұрап тұр бізден, бірліктер классының атауы айтылады ма? Жоқ. Бірліктер классының атауы айтылмайды. Бұл жерде бірлік ондықтар, бірлік жүздіктер, бірліктер деп айтылып тұрған жоқ. Тек қана бірліктер, ондықтар, жүздіктер деп айтылып тұр. Мыңдар классының атауы ше деді. Мыңдар классының атауы айтылады. Қараймыз. Мыңдар классы бірлік мыңдар деп атау айтылып тұр. Ондық мыңдар, жүздік мыңдар деп. Миллиондар классы да дәл солай атау айтылады. Бірлік миллиондар, ондық миллиондар, жүздік миллиондар деп атау айтылып тұр. Енді келесі тапсырмаларда тағы да ашып түсіндіретін боламын. Екінші есепке назар аударайық. Сандарды оқы және салыстыр. Бізге сандар берілген. Оларды қалай оқимыз? Қалай салыстырамыз? Бірінші салыстырмас бұрын оқып алуымыз керек. Неке сандарды оқыған кезімізде бірінші жоғарғы разрядына қараймыз. Яғни бірінші тұрған санына қараймыз. 5-ке. Біз салыстырғанда оңнан солға қарай санаймыз. 1, 2, 3, 4. 5 саны 4-ші разрядта тұр. Қараймыз. 1, 2, 3, 4. 4-ші разряд бізде бірлік мыңдар разряды. 5000 деп оқимыз. 5980. 9-ға қараймыз. 1, 2, 3, 4.
Төртінші разрядта мінекей бірлік мыңдар класы 9000 деп оқимыз. Енді салыстырғанда қарайықшы, 5 үлкен ба, 9 үлкен ба? Әрине 9 үлкен деп белгіні қоямыз. Мына жерде 1, 2, 3, үшінші разряд. 1, 2, 3. Бізде жүздіктер разряды. 125. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бізде 5-ші разряд ондық мыңдар. 55352 деп оқимыз. Әрине 55 бізде 55 мың үлкен. Келесі 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ондық мыңдар 33 мың деп оқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бізде біріміз 6-ші разрядта тұр. Неке 6-ші разряд жүздік мыңдар разряды. 100 мың 55. Әрине 33 үлкен ба, 100 үлкен ба деп қараймыз. Әрине 100 үлкен деп белгіні қоямыз. Мына жерде де қараймыз. 489 мың үлкен, 213 мың 478-ден. 650 мың үлкен, 65 мыңнан. 999 мың 999 кіші 1 миллионнан деп оқып салыстырамыз. Бізде үшінші есеп сандарды өсу ретімен орналастыр дейді. Бізге қараймыз 1 және 0 цифрынан құралған сандар берілген. Осыны өсу ретімен жазуымыз қажет. Өсу ретімен қалай жазамыз? Өсу реті дегеніміз кіші сандардан үлкен сандарға, ірі сандарға өсу қатарын айтамыз. Яғни өсу ретімен жазған кезде ең бірінші кішкентай санды тауып аламыз. Бірінші қарайық. Жүздеріне қараймыз. 100, 101, 110, 101. Бізде 100 кішкентай, сондықтан бұны бірінші жазып алдық. Енді қараймыз. 101, 110, 101. 110-ды қоя тұрамыз. Мына екеуін салыстырайық. 101 екеуі ұқсас. Екінші разрядтар енді екінші класы ұқсас. Бірінші класына қараймыз. 110 бізде 1. Яғни бізде 101 мың 1 кішкентай екінші жазып алдық. Енді мына екеуін салыстырайық. 101 үлкен ба, 110 үлкен ба? 110 үлкен, яғни кішісін жазамыз. 101 мың 110. Неке жазып алдық. Соңында 110 мың 100 деп өсу ретімен осылай жазып аламыз. Төртінші есеп математика күнделікті өмірде. Мәтінді оқы дейді. Оқимыз. Шетелдік турист айтылған сандарды жазып алғысы келді, бірақ естуі бойынша жазғандықтан көп қате жіберді. Оған 505-ті атады. 505-ті атады. Ал ол 5005 деп жазды. 550-дің орнына 50 мың 50 деп жазды. Жазамыз. 50 мың 50 деп жазды. 5050-дің орнына 5050-дің орнына 500 мың 50 деп жазды. Туристке айтылған сандарды дұрыс жазып көрсет. Мінекей, біз мына айтылған жазылған сандар қате. Біз қалай жазамыз? 505, 550, 5050 деп осылай жазып көрсетеміз. Бесінші есеп. Көп таңбалы сандарда разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде қалай жазуға болады? Мысалға қара, берілген сандарда разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Неке мысал үлгі берілген 71362-ні мінекей 71362 деп жазып қойған. Мына сандарды өзіміз жазуымыз қажет. Қарайықшы, қалай оқимыз, солай жазамыз. 902 мың 5, 456 мың, 250 мың 452, 950 мың 402 деп жазып көрсетеміз.
Алтыншы есеп. Мәтінді оқы, сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде көшіріп жаз. Оқимын. Қазақстанның солтүстігі мен батысында Ресеймен 7591 километр, шығысында Қытаймен 1782 километр, оңтүстігінде Қырғызстанмен 1241 километр, Өзбекстанмен 2354 километр және Түркменстанмен 426 ортақ шекарасы бар. Километр ортақ шекарасы бар. Еліміздің құрлықтағы шекарасының жалпы ұзындығын тап. Сандарды разрядты қосылғыштарға қосындысы түрінде жаз дейді. Мінекей мен жазып алдым. 7591, 1782, 1241, 2354, 426. Айтып жатыр, барлық шекарасының жалпы ұзындығы. Ұзындығын тапқан кезде барлығын қосамыз. Мінекей қосып жазып алдым. Барлығының ұзындығының қосындысы 13394 шығады. Келесі 7-ші есеп. Есепті теңдеудің көмегімен шығар дейді. Қала мектептерінің бірінде бастауыш сыныпта 260 оқушы, ортаңғы сыныпта 340 оқушы, ал қалғаны жоғары сыныпта оқиды. Егер мектепте барлығы 980 оқушы болса, жоғары сыныпта қанша бала оқиды? Мінекей шағын ғана шартын құрып алдық. Негізі теңдеуді құрған кезімізде шартын құрмай-ақ шығарамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін мінекей шартын құрып қойдым. Бастауыш сыныпта 260, ортаңғы сыныпта 340, жоғарғы сыныпта белгісіз. Бірақ барлығының қосындысы жалпы оқушы 980. Енді теңдеу құрдық. Мінекей 260 қосылған 340 деп жазып алдық. Енді қалғанын сұрап тұр ғой бізге. Көп оқушылар қалған деген кезде мына жерге азайту белгісін қойып қояды. Мен неге қосу белгісін қойдым? Өйткені бізде жалпы 980 оқушы. Мына үшеуінің бастауыш, ортаңғы, жоғарғы сынып оқушыларын қосқанда 980 деп тұр. Яғни мына жерге қосу таңбасын қоямыз. Тең барлығы 980. Бірінші теңдеуді ықшамдап аламыз. 260-қа 340-ті қосамыз, 590 болды. X-ті сол күйінде жазамыз, тең 980. Енді X-тің мәнін табамыз. Ол үшін X тең деп 900 үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Бізде X-іміз 380 болды. X-іміз бізде 380-ге тең болды. Енді мына жерге орнына қойып тексереміз. Мінекей жазып алдық 380-ді. Енді тексерейік. Мына барлығын қосып тексереміз. 980 шығады мыналардың қосындысы. 980 тең 980 деп жазып қоямыз. Теңдеу дегеніміз мінекей екі жағы тең болатын болса, екі шыққан мәннің екі жағы тең болатын болса, теңдеуіміз дұрыс деген сөз. 9-шы есеп. Сен зерттеушісің. Ойлан және жауап бер дейді. Логикалық тапсырма. Оқимын. Әлия мен Айнаның салмағы бірге алғанда 40 килограмм тартады. Мінекей Әлия, Айна деп жазып алдым. Бірден шартын түсіндіріп кете салайын. Айна мен Болат бірге 50 килограмм. Айна мен Болат мінекей. Болат пен Серік бірге 90 килограмм тартады. Болат пен Серік. Серік пен Арманның салмағы бірге 100 килограмм. Серік пен Арман. Арман мен Әлия 60 килограмм. Арман және Әлия 60 килограмм. Әлияның салмағы қанша деді. Мінекей Әлияның салмағын бізден сұрап тұр. Бізге Әлияның салмағын табу керек, бірақ біз біреуін ғана тауып қоймаймыз, барлығын тауып шығамыз. Біз бұны шығармас бұрын мына ықшамдауға назар аударайықшы. Қараңыздаршы, мына жерде ықшамдау дегеніміз ұқсас мүшелерін біріктіру. Қараңыздар, мына жерде X, мына жерде де X, мына жерде Y, мына жерде де Y. Мына жерде 5 бұл натурал сан, ешқайсысына ұқсап тұрған жоқ. Енді қараймыз, мына X-тің алдында 1 бар. Мына жерде 2X. 1X-қа 2X-ті қосқанда 3X қосамыз. Мына Y-тің алдында 1 саны бар деп ойлайық. Мына жерде 1Y, мына жерде 3Y. Екеуін қосқанда 4Y қосамыз. 5 натурал сан. Бұны
жеке өзін жазамыз. Енді қарайық. X пен Y-ті бір-біріне ықшамдай алмаймыз. 5 натурал санды Y-қа немесе X-қа ықшамдай алмаймыз. Осылай қалады. Мына есебімізде дәл солай ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Яғни ықшамдау деген ұқсас мүшелерін біріктіру. Айнаға айнаны, әлияға әлияны, болатқа болатты, серікке серікті, арманға арманды біріктіреміз. Сонда қараймыз. Біз бұларды былай жазып аламыз. Қараймыз, мына жерде 2 әлия қосылған 2 айна, қосылған 2 болат, қосылған 2 серік, қосылған 2 арман. Барлығының килограммның қосындысы 340 деп алдық. Енді қараймыз. Қарап тұрсаңыздар, барлығында 2 көбейту деп жазып алдым. Жақшаның ішіне барлығының аттарын жаздық. Салмағының қосындысы 340. Енді қараймыз. Мына көбейту екінші жаққа өткенде бөлу болып өтеді. Енді бәрінің аттарын жазып алып, 340-ты 2-ге бөлдік. Сонда 170 келіп шықты. Енді осы жерден біз теңдеу құрып шығарамыз. Бізде әлия белгісіз, бізде X деп алдық. Қосылған айман мен болат. Неке? Айман мен болаттың салмағы 50 килограмм. 50 деп жазып алдық. Серік пен арман. Неке? Серік пен арманның салмағы 100 килограмм. Қосылған 100 тең 170 деп жазып алдық. Енді ықшамдап алдық, 50-ге 100-ді қостық. 150 болды, тең 170. Енді X-ің мәнін табамыз. Бұл үшін үлкен саннан қосуымыз азайту болып өтеді. Екінші жаққа азайтамыз 150-ді. 170 пен 150-дің айырмасы 20-ға тең. Неке? X-ің орнына 20-ны қойып тексеріп алдық. Бізде әлияның жасы 20. Әлияның салмағы 20-ға тең деп шықты. Енді оны тексеріп көрейік. Қалай тексереміз? Қараймыз. Әлияның салмағы 20 болды. Мына жерде әлия мен айнаның салмағы 40. Яғни мына жерде айнаның салмағы 20. Қараймыз. Айна мен болаттың салмағы 50. Айнаныкі белгілі 20. Ал болаттікі демек 30 болғаны. Болат пен серіктің салмағы 90. Бізде болаттік белгілі 30. Демек серіктікі бізде 60 болғаны. Серік пен арманның салмағы 100, серіктікі белгілі 60, армандікі 40 болғаны. Арман мен әлияның салмағы 60, бізде армандікі 40 болды, әлиянікі 20, 40-қа 20, 60. Мінекей ол есебіміз дұрыс екеніне көз жеткіздік. Әлияның салмағы 20 килограмм деп жазып қоямыз. 10-шы есеп үй тапсырмасы бізде. Оқимын. Диаграммадан жылдар бойынша салынған мектептердегі орын санын анықта. Оларды кему ретімен жаз. Ең көп және ең аз орын санын салыстыр дейді. Қараймыз, мен диаграмма берілген. Бізде мына жасылмен мектептер саны берілген. Домалақпен орындар саны көрсетілген. Қараймыз, міне. 2012 жылы 116 мектепке 70.485 орын қарастырылған екен. Мінекей жаздық. 2013 жылы 120 мектеп, бұл мектептің саны 46.802, бұл мектептегі орынның саны. Мінекей жазып алдық. 2014 жылы 113 мектепке 52.591 мектеп орын қарастырылған. 2015 жылы 114 мектепке 52.414 орын саны қарастырылған. 2016 жылы 89 мектепке 34.873 орын саны қарастырылған екен. Мінекей бәрін жазып алдық. Енді оларды кему ретімен жаз деп тұр. Кему ретімен жазған кезде біз ең үлкеннен бастап жазамыз. Қараймыз. Бірінші 52 екеуі бірдей. Енді жүздіктеріне қараймыз. 591, 414. Бізде 52.591 үлкен. Бірінші жазып алдық. Сосын қараймыз. Одан кейін 52.414 жазып алдық. Неке?
салыстырамыз, қараймыз. 50, 46, 34. Яғни мына үлкені 50.485 үшінші жазып алдық. Одан кейін 46.802 төртінші жазып алдық. 34.873 соңында жаздық. Осылай кему ретімен жазып алдық. Енді ең көп және ең аз орын санын салыстырды. Бізде ең көп 52.591, ең аз 34.873 салыстырдық. Мінекей. 52.591 көп. Енді ә тапсырмасына назар аударайық. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Сандар мен 4 теңсіздік құрастыр дейді. Мінекей. Разрядты қосылғыштар түрінде жазып алдық. Мінекей. Алдыңғы сындарда түсіндірген болатынмын. Қалай оқимыз, солай жазсақ бізге оңай болады. Енді 4 теңсіздік құрастырдық. Осы сандардан түрлі теңсіздік құрастыруға болады. Тең немесе тең емес деген сияқты. Саннан бірінен бірі үлкен немесе кіші деген мағынада. Мен мысал ретінде жазып қойдым. 34.873 кіші 46.802-ден. 52.414 үлкен 50.485-тен. 52.591 үлкен 34.873-тен. 46.802 үлкен 34.873-тен деп жазып қойдым. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге сіңімді болсын, қайырлы болсын. Назарларыңызға рахмет.